Достар, бәріне қайырлы кеш. Бүгін бізде 12 және 12,5 метрлік үйдің проектісі. Осы проектін тоқталып кететін боламыз. Ең алдымен үйдің кіреберісінен қарайтын болсақ, сырт жағында бізде топка бар. Топкаға бөлек есік қалдырып кеттік бізде. Котельный дейді, біреулер топка дейді, енді кімге қалай ыңғайлы, солай айтуға болады. Одан кейін топкаға есікті іштен де қалдыруға болады негізі. Егер сырттан есік қалдырғыңыз келмесе. Кіреберістен кіргенде бізде шағындау терезе түседі бұл жерге. Одан кейін шкафқа орын қалдырып кетеміз. Гардеробный шкафқа. Сол жағымызда бізде туалет ванна біріктірілген. Туалет ванна жалпы кіреберісте болған жақсы негізі. Одан кейін алға қарай жүреміз. Бізде холл үлкендеу болып келеді. Холлдың ауданы шамамен 26 және 27 квадрат метрдей. Холлдан бізде ең сол жағымызда бірінші бөлме, ол бірінші жатын бөлмеміз. Одан кейін холлмен оңға қарай жүретін болсақ, біз кухняға тап боламыз. Кухняның ауданы 15-16 квадрат метрдей. Кухняда бізде үлкен терезе түседі. Ол терезе ыңғайлы десек те болады, себебі ауладағы болып жатқан барлық нәрсені кухнядан көріп отыруға мүмкіндік бар. Одан кейін бізде холлда үлкендеу терезе орналастырамыз. Және телевизор, диван, кішігірім стол жайғастыруға болады. Холлдан алға қарай жүретін болсақ, сол жағындағы екінші есік ол қонақ бөлме, немесе зал деп атайды. Оның ауданы 27 метр квадрат болып келеді. Екі терезе түседі. Стол қоюға болады осын, немесе жер стол, кімге қалай ыңғайлы, солай орналастырады. Холлдың жоғары жағында бізде тағы да екі жатын бөлме орналасқан. Біріншісі шағындау, 9,5 метр квадраттай. Екіншісі 13 метр квадрат. Бұл детский дейді, балаларға арналған жатын бөлме. Бұл үлкен адамдарға жатын бөлме. Одан кейін бұл жерде шағындау бізде бөлмеміз бар. Бұл жерде гардероб немесе техпомещение сияқты қолдануға болады. Үй өте қолайлы. Орысша айтқанда бізде практичный дом дейді адамдар. Егер осы проект сіздерге ұнаған болса, онда лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылып кетсеңіздер болады. Алдағы уақытта тағы да видеолар салатын боламыз.